Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Табиғат ғажайыптары 8-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы буын үндестігі. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыруды, сөзге қосымшаларды буын үндестігіне сәйкес жалғауды үйренемін. 34-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Сұлулыққа ынтығып, таза ауаға құмартып жүрген баланың денсаулығы да түзеле бастапты. Апа, білесіз бе? Депті ол бір күні қуанып шешесіне. Табиғаттың бөлшегі ағаш пен гүл ғана емес екен. Иә, гүл де, су да, ауа да табиғаттың бөлшегі. Демексің ғой, оларға әрине дауым жоқ. Сонымен бірге, мына мен де табиғаттың бөлшегі екенмін. Ұлының сөзіне көңілі толған ана елжіреп, оның маңдайынан сүйді. Нұрдәулет Ақыш. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды жалғастырып көріңдер. Қалай ойлайсың, баланың денсаулығы түзелуіне несіне әсер етті? Баланың бойы бойынша табиғаттың бөлшегі нелер жатады? Анасы неліктен елжіреп ұлының маңдайынан сүйді? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп жаз. Соңғы буындағы дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айт. Мыңдай, ауаға, баланың, күні, табиғаттың, сөзі, не, көңілі, маңдайынан. Бір сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып үйлесіп келуін буын үндестігі деп атайды. Буын үндестігі бойынша қосымша сөздің соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай үндесіп жалғанады. Соңғы буын жуан болса, жуан қосымша, жіңішке болса, жіңішке қосымша жалғанады. Мысалы, ауа жуан болса, ға деген жуан, жалғау қосымша жалғанады. Күннің, күн деген ү деген жіңішке буын, енді ның деген жіңішке буынды жалғау қосып жазамыз. 35-ші жаттығу. Бағандағы сөздерді салыстырыңдар. Бұл сөздерге жалғанған жалғаулардың дауысты дыбыстары неліктен жуан немесе жіңішке екен бір-біріңе дәлелдеңдер. Отан, адамдар, табиғатта, ғажайыптар, сулы, шөптің, көлде, еліктер, бүркіттің, теңізші, түйелер. Демек, түбірі жуан болса, жуан қосымша жалғанған тәуелді жалғаудың бірінші жалғауы. Адам жуан, дар жуан, көптік жалғау жалғанып тұр. Табиғатта, та септік жалғауы, табиғат сөзі жуан, сондықтан та жуан жалғау жалғанып тұр. Шөптің, ілік септігінің жалғауы, шөп түбір жуан, тің жіңішке, ілік септігінің жалғау жалғанып тұр. Көлде, көл жіңішке, де жалғау жалғанып тұр. Жіңішке жалғау жалғанып тұр. Еліктер, елік жіңішке, тер жіңішке, көптік жалғауы жалғанып тұр. 36-ші жаттығу. Жапыраққа жазылған Жеңіс Қашқыновтың өлең жолдарын сағат тіліне қарсы бағытта оқып шығамыз. Жапыраққа жазылған тапқан өлең жолдарына тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп дәптерге жазамыз. Тырнасы тізілген, ұнатам күзді мен. 37-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Құстың ең қырағысы сұңқар, күн көзіне тура қарай алатын құс тек бүркіт ғана. Қарлығаш ұсақ жәндіктерді ұшып жүріп әуеде аулайды. Пингвин ең жүзгіш құс. Сабағымыз аяқталды. Келесі уақытта кездескенше сау болыңыздар балалар.